Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін көрген фильміміз режиссер Абдолла Қарсақбаевтың Қилы кезең фильмі. Үздік ондыққа осымен Қарсақбаевтың екінші фильмін талқылап жатырмыз. Фильмге талқыламас бұрын мен спикерлер таныстырып өтейін. Асия Бағдәулет қызы, кинотанушы, журналист, Зарина Мұқанова, зерттеуші, антрополог. Біз Қарсақбаев десе көбісі балалар киносының режиссер сияқты қараймыз, сонысымен білеміз. Менің атым Қожа, 6 жасар алпамыз. Бірақ Қарсақбаев шын мәнінде өте үлкен тақырыптарға, режиссерлық ізденістерге барған, қазақ киносында өзінің өте үлкен мектебін жасаған режиссер. Асия, сіздің қазір зерттеп жүрген тақырыбыңыз кеңес киносы Орта Азия халықтарын қалай көрсетті? Осы тақырыпты зерттеп жүр екенсіз, өте ауқымды әрі біздің жалпы осы тобон фильм жобамызда көп көтеріліп келе жатқан тақырыптардың бірі. Алдыңғы фильмдерде де бір ортақ осындай ұғымдарға соғып жатырмыз. Сіз осы тақырыбыңызды зерттеп жүріп, әрі кинотанушы, зерттеуші ретінде осы фильмді сол ракурстан қарап көрсеңіз. Рахмет, қайырлы кеш баршаңызға, шақырғандарыңызға рахмет. Расымен де енді репрезентация тұрғысынан қарағанда біз алдымен Қилы кезең фильмін сол кезеңдегі жалпы кеңестік киноның контекстіне және жанрлық тұрғыдан сол кезде неге дәл осындай истерін деп айтамыз ғой, кейде тарихи революциялық фильм деп те айтамыз. Осындай фильмдер неге сол кезде танымал болды, көп түсірілді, және бұл фильм сол басқа осы қатарлас фильмдердің жанында қандай орны бар, несімен ерекшеленеді деген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Енді ол мәселеге жауап беру үшін алдымен біз кеңес киносы жалпы ең алғашқы туындыларының өзі біздің орталық Азия халықтарын, немесе Совет Ист деп айтады ғой, советтік кеңестік шығысты көрсететін фильмдерін алсақ, сонау 27-ші жылғы Пудовкиннің Шыңғысханның ұрпағы деген фильмі бар. Сосын біздің елімізде түсірілген Вертовтың деректі фильмі, Ленин туралы 3 ән деген фильм бар. Сосын Туриннің деректі фильмі Түрксіб деген әйгілі осы өңірде түсірілген. Протазановтың 28-ші жылы, егер қателеспесем, түсірілген 41-ші деген фильмі бар. Және одан кейінгі дәл осы истерінің негізін қалаған деп айтуға болатын сол ыңғайда түсірілген ол 13 деген фильм бар, Михаил Ромның сол фильм. Енді бұлардың барлығын неге айтып отырмын? Өйткені олардың барлығы сонау кеңес одағы құрыла салған беттен 20-шы жылдардың басынан бастап бірден енді кеңес одағы өзінің қарамағындағы шығыс халықтарын көрсетуді бастады. Және бірден түсінікті болды, ол жаңа Протазановтың, Пудовкиннің тағы басқаларының фильмдерінен, олар шығыс халықтарын жабайы, экзотикалық, надан, сондай халықтар ретінде бір көрмеге қояды ғой, жануарларды сол сияқты көрсетеді. Сол ескі фильмдердің көбісі ютубта бар, қарап көрсеңіздер, ол өте дискриминациялық репрезентация. Бірақ ол заманда ол қалыпты жағдай болып есептелді. Өйткені конъюнктураның өзі, саяси жаңағы жағдайдың өзі, мынау большевиктік коммунистік партияның өзі ол ақ нәсілді европалық, жаңағы орыс, украин, басқа да ақ нәсілді халықтардың мынау басқа жабайы халықтарға әкеліп, соларды мәдениетке, өркениетке ұмтылдыру, соларға әкеліп модернизация жасау деген жаңағы жалаумен келген революция болды. Және неге дәл осы Пудовкиннің айталық, немесе Вертовтың, Дзига Вертов, Туриннің Түрксібі, олардың бәрі Европада көп көрсетілді, Америкада да. Және әлемдік киносыншылар сол фильмдердің бәрін өте жоғары бағалады. Неге? Өйткені ол да сол ақ нәсілді адамдардың, ол кезде бәрі империя ғой, Британ империясы империя, ақш-та колониалды ел ол кезде. Сондай колониялық санасы, жаңағы ақ нәсілді адамның артықшылығы.
ақ нәсілді адамның миссиясы деген мәселені, олардың ойында бар мәселені дөп басқан фильмдер болды. Сондықтан да олар өте танымал болды шетелде де. Кеңес киносының бет бейнесін жасаған солар. Демек, орталық азиялықтар туралы европалықтардың алғаш кинодан көрген бейнелері сондай жаңағы Пудовкиннің, Протазановтың, Вертовтың фильмдеріндегідей жабайы сондай халықтар. Жаңағы олар көбінесе мынау Хлоя Дрю деген автор бар. Ол кісі мына өзбектің 20-шы жылдары түсірілген өзбек еліндегі фильмдерді саралай келіп былай қортады, жаңағы осындай ойды айтады, және ол айтады, жаңағы халықты, өзбек халқын, көбінесе жергілікті халықты жаңағы жануарлармен қатар көрсетеді, параллель монтаж арқылы. Сонда бұлар жаңағы кейде мысалы адамдар тамақ жеп отырады. Мысалы Протазановта сондай кадр бар. Қазақтардың даласы, орыстар, большевиктер келеді, бір ақ солдат бар жандарында, жаңағы солардың бәрі жаңағы шаршап шалдығып келеді де бір қазақтардың ауылына түседі. Сол жерде бәрі қарны ашып келді ғой, тамақ ішеді. Сосын қазақтардың жаңағы қолмен тамақ жеп жатқанын көрсетеді, және сүйек мүжіп жатқан иттерді параллель көрсетеді. Сонда бір сондай бір дискриминациялық көрсету, ол өзбек елінде де, ол моңғолдарды түсірген жаңағы Шыңғыс ханның ұрпағы болсын, олардың бәрінде сол бір көрініс, жаңағы шығыс халықтары жетілмей дамымай қалған деген сияқты. Сол көзқараспен түсірілді, және мынау 50-ші жылдардан кейін, Сталин жалпы кеткеннен кейін жылымық кезеңінде бір жаңа репрезентация керек болды, өйткені өзгеріп жатыр ғой. Заман өзгеріп жатыр. Анау жақта Тарковскийлер авторлық туындылармен келді, мүлдем орыс халқын жаңадан көрсету деген мәселе келді. Демек, шығыс халықтарында жаңадан көрсету керек. Сонда оған жол бастап берген тарихи революциялық жаңа дүниеге ол жаңа Ромның фильмі, қазір мен атын ұмытып қалдым. Сол жерде де былай қарап отырсаңыз, 13 деген фильмі ғой. Бұл америкалық жаңағы Джон Фордтың фильмдері вестерндерге өте ұқсастырып, бір жағы қызықтыратын көрермендік кино жасағысы келеді. Ол жерде қуғын бар, атыс шабыс бар, және вестерннің негізгі идеясіне ол жабайы батысты өркениетке әкелу ғой. Жабайы батыста жүрген үндістерге ақ нәсілді адам келіп, ол қаруланған, ол өте күшті, керемет жаңағы қаһарман, сондай кейіпкер келіп, үндістердің бәрін қырып, анау жабайы батысқа өркениет әкеледі. Оның миссиясы сол. Вестерннің Америкада керемет танымал болуының да себебі сол, және Европада да ол фильмдердің танымал болуының себебі сол, өйткені жоғарыда айтқандай, ақ нәсілді адамның ішіндегі жатқан бір сенім сондай, біз бүкіл дүние жүзіне өркениет әкеліп жатырмыз деп, өзінің колониалдық саясатын ақтауға мүмкіндік береді. Енді жаңағы кеңестік истерн, әрине ол шығысты бар қолынан келетін, сол шығысқа өркениет әкелу, жабайы шығысты кеңестік жаңағы большевиктік неге аясына, большевизмнің аясына әкелу, солай оның деңгейін көтеру. Сол негізде түсіріледі. Бірақ қарап отырсаңыз, Абдолла Қарсақбаевтың бұл фильмнің ерекшелігі, бұл негізі осы жергілікті режиссерлердің сол бағытта түсірген фильмдерінің ең алғашқысы деуге болады. Кейін қырғыздарда да, мысалы анау Ыстықкөлдің Алқызыл гүлдері деген фильм болды, тағы да басқа фильмдер болды. Мынау Өзбекстанда да Камил Ерматовтың фильмі болды. Өте көп фильмдер сол кезеңде түсірілді, және Қазақстанда да кейін Абдолла Қарсақбаевтың өзі де Банданы қуған Хаметті түсірді. Шакен Аймановтың Атаманның ақыры бар, біздің Амангелді Тәжібаевтың Ақырғы аманат бар. Олардың барлығы осы тарихи революциялық истерн жанрына жататын фильмдер. Олардың ерекшелігі, жергілікті режиссерлердің ерекшелігі, олар сол қалыптасқан жанрлық
формалық сипаттарды өзгертпестен қызықтылығын, атысты, қуғын сүргінді, даланың көріністерін, атпен шауып жүрген жаңағы ақтар мен қызылдар, немесе байлар мен басмашылар, солардың бәрін көрсете отырып, оған жаңа мазмұн беруге тырысты. Және ол Абдолла Қарсақбаевтан басталды. Оған дейін дәл осылай жаңағы Кеңес одағына жау болған тарапты, яғни жаңағы байлар, біздің қазақтың жергілікті, оларды екі ұдай сипатта көрсету мүлдем болған жоқ. Яғни оған дейін барлығы тек ақ пен қара, өте, мысалы, естеріңізде болса, Ботагөздегі немесе Амангелді фильмдегі алашордашылар мазақ етіліп, солай өте карикатуралық түрде көрсетіледі ғой. Ал мына жерде біз көреміз, расымен де өте терең кейіпкер Жүністің өзі. Яғни былай қараған кезде сол дала, сол атпен шауып жүрген, бір-бірімен атысып жүрген халық, бірақ ол жерде сол далаға жан бітіру бар және мазмұн бітіру бар. Біз оны киноның тілінен көреміз. Жаңа камераның көріністер, даланың көрінісіне көбірек мән беруі, біз көп диалогтарды мынау офф-скрин дейміз ғой, солай естиміз, ал біздің камераның негізгі объектісі ол дала сияқты. Ол қазақ даласы, ол жерде, және бұл фильмнің негізгі бір тіні бастан аяқ ол тарих пен болашақ деген мәселе, және жалпы қазақ халқының, енді мен ішкі бір ойым, ерекшелігі ол бізде уақытты және кеңістікті түсіну мүлдем бөлек. Біз кеңістікті ғана емес, біз өзімізді уақытта да сондай бір шексіздік сезімі бар бізде. Біз өзімізді жеті атамызға дейін байланыста сезінеміз, және қашанда ұрпағымыз туралы ойлаумен боламыз. Яғни уақытта біз үшін бір шектеулі нәрсе емес. Осы фильмде сол мәселе анық көрінеді. Және яғни дала ол уақыт және кеңістіктік тұрғыдан екі тарапынан да сондай бір үлкен мазмұнға ие болады. Неге кейіпкерлер ылғи да бейіттің арасында жүреді, неге? Енді қазір тереңірек талқылаймыз ғой. Сол негізгі айтатын ой сол жаңағы бұған дейін жаңағы Саидтың анықтамасымен ориентализм деген сөзді алсақ, бұл оған дейін енді орыстар ориентализмді жай шығысты зерттеу деп келді ғой. Эдвард Саидтың еңбегінде ориентализм ол нағыз шығыс халқын жаңағындай жабайы, надан, экзотика ретінде көрсету болса, Қарсақбаевқа дейінгі осы жанрдағы фильмдердің барлығы, немесе кеңестік жалпы азиаттарды көрсететін фильмдердің барлығы сол ориенталистік бағытта түсірілген еді. Ал Қарсақбаев сол қағиданы бұзды. Зарина, сіз антрополог ретінде осы ракурстан қарап көріңіз, қандай біз байқамаған, өзіңіздің зерттеулеріңізге сәйкес келетін тұстарын байқадыңыз? Рахмет сізге, рахмет келіп шақырғандарыңызға. Мен шынымен өте сүйсіне тыңдадым Асия сіздің сөзіңізді. Өте сүйсіне тыңдадым, өйткені меніңше мен енді кино өнерінің де жақсы көрем, бірақ осындай талдай алмаймын. Бірақ негізінен мен ішіндегі туындаған, осы киноны көргендегі ішінде туындаған ойлардың барлығын тереңдей айтып тұрсыз. Шынымен мүмкін бұл мен совет киносын аса жақсы көрмейтін болатынмын. Бала кезімнен де шынымен қинала көрдім, бірақ осы киноны 2 рет көрдім, дайындалдым. Негізінен маған осы кино өте көп сұрақ туындырды басымда. Алдын ала мен көрге бастағанда Жаркент деген сөзінен айтқанға дейін мен уже біліп қойдым. Жаркент деген жері, Лағман хананың жері, жаңағы бұрынғы мешіттің, Жаркенттің орталығындағы ескі мешіттің қасындағы жерлерді көрсетеді, бірақ мешіттің өзін көрсетпейді. Ол да жаңағы ағаштардың, жаңағы даланың бейнесі, сонымен Көксай дейді. Көксайда ол сол жерлер, жаңағы Байжігіттің ауылдары дейді. Соның барлығы менің өзінің жасаған зерттеуімнің жерлеріне жақын жерлер. Жаркентте де бірнеше рет болдым, маған өте ұнады. Негізінен өте қызық жер. Антрополог жағынан мүмкін
менің негізгі зерттеуім жаңағы Талдықорған облысы деп айтып жүрмін әлі, бірақ енді ол Алматы облысы болды, содан кейін Жетісу облысы болды. Жаңағы Талдықорған қаласының маңайындағы, Талдықорған өзі негізі Найман мен Жалайырлардың шекарасы деп білеміз. Не үшін ол онда шекара болды, не үшін жаңағы анекдоттық нелер бар, наймандар Жалайырларды жақсы көрмейді, Жалайырларды менсінбейді наймандар деп осындай бір естіп жүреміз біз барлығымыз. Әсіресе Алматы жағында тұратын адамдар барлығымыз білеміз. Сондықтан сол жерге барып жүргенім, жаңағы Байжігіттің, содан кейін өзім зерттеп қарадым, Байжігіт Найман руының бір буыны екен, менің нағашыларымның нағашылары екен. Мамам жағының нағашылары екен, бірақ сол туыстары. Сол да маған қызық болды, бірақ негізінен қызығы, мен ойладым, не үшін жаңағы Жаркент жерлерінде Байжігіттер жүр екен, ол жерде негізінде наймандар жүрмейді деп ойладым. Шынымен мүмкін жүрген шығар, бірақ ол негізінен Жалайырлардың да емес, Албан суандардың жерлері ол. Деп осындай мәлімет сіздерге керек па, керек емес па деп ойлап тұрмын. Фильмден сіз өзіңіздің зерттеп жүрген... Мен бұл фильмді басқаша көрдім. Мен ол фильмді өзімнен. Содан кейін Жаркент ол жаңағы Қытай шекарасына жақын жер. Қытай шекарасына жақын жер, Қытай жаңағы Жүністің аударып, мүмкін сіздер контекстін түсінбейтін болсаңыздар, Жүністі неге қуалап жүргені? Жүніс деген ол жаңағы бір бай кісі өзінің ауылын Қытай жаққа көшіргісі келеді. Не үшін көшеді ол жерге? Ол Совет үкіметінен қашқысы келеді, өйткені ол көнбейді. Жаңағы осы кейіпкерлердің диалогтары маған өте ұнады. 2 рет тыңдадым, 2 рет көрдім осы киноны, 2 рет дегенде басқаша көрдім. Үлкен экранда басқаша көрінеді екен мен үшін. Сонда жаңағы екеуінің, сіз Әсия айтып кеткендей, бұл ақ пен қара емес, тек қана жаңағы Байтенов жақсы, жаңағы Жүніс жаман деп көрсетілмеген. Ол екеуі де терең персонаж, және осы сценарийді жазған кезде меніңше ол тарихты қайта ойланып, дұрыс па дұрыс емес па деген сұрақты ақиқаттың тек қана ақиқаттың бір ғана образы бар еместігін көрсетіп жатқан сияқты. Әр кейіпкердің өз шындығы бар, иә? Әркімнің өзінің шындығы бар. Содан кейін Жүністің жаңағы жанашырлығы, ол Жүніс негізінен ол жаман кейіпкер деп көрсетілмеген. Негізінен ол Совет үкіметі үшін 66 жылы көрсетілген фильм. Бұл қандай батырлық осыны көрсетуге, шынымен меніңше ол өте батыр, Қарсақбаев осыны өте батыл қылып көрсетті. Өйткені жаңағы Жүніс Қытайға ауған қазақ, Советке көнбеген, предатель деген жаңағы қашқын, негізінен осындай нелер білеміз. Қытайға, Монғолияға кеткен қазақтар туралы осындайды білеміз. Байдың тұқымдары бізді сатты дегенді осыны білеміз деп айтады Совет үкіметі кезінде. Бірақ Жүністі ол басқаша көрсетеді. Жүністі ол жаңағы өзіне жан ашы, Байтеновке жаны ашып тұр. Байтенов оған, Байтеновтың образы ол оған жаңағы қазақтың Советке, кеңес үкіметіне көнген образын көрсетеді, меніңше. Солың екі диалогы мен үшін өте баты, өте күшті, терең болды маған. Сол кезде де меніңше жаңағы сценарий жазған түсірілген авторлары, олар мүмкін қайта Қазақстан тарихын қайта ойланған деп ойлаймын. Да бір қысқа не есіме түсіп жатыр, сценарий жазған деген. Негізі бұл Зейін Шашкиннің романы бойынша, сценарий қазақ фильмде дайын болып, Қарсақбаевтың қолына түскенде сценарий ұнамаған екен. Ол кезде қазақ фильмнің директоріне барған, бұл сценарий маған ұнамады деп, бірақ директор айтты, қалдырайық түсіруге, бірақ сценарийді қайта жазуға уақыт береміз деп.
Иә, меніңше ол жерде мынау не болған, Қарсақбаевтардың қулығы енді тырнақшаның ішінде. Олар сол бір жыл бұрын ғана Камил Ерматовтың Өзбекстанда Буренада Азия үстіндегі боран деген фильм түсірген. Соны айтады, міне мынау сценарий тура бірдей болып шықты, бізді қайталады деп айтады. Деп сонда Камал Смайылов директор жаңағы өздері ақылдаса келеді, ЦК-ға жаңағы хат жазып, сонда Олжас Сүлейменов сол жерде редактор, кім жазады мұны дегенде, Олжас жарайды мен ақ жазайын деп, сол бір апта уақыттың ішінде қайтадан жазып шыққан. Енді бұл жерде жаңағы айтқым келіп отырғаны, Заринаның сөзіне қоса, расында да тарихты қайта қарау, бұл 60-шы жылдардың көзқарасымен, әрине ол жерде Олжас Сүлейменовтың қолтаңбасы байқалады, Атамекен фильмінде де соғыстың тарихын қайта қарап жатыр. Дәл солай. Сосын бұл фильмдегі жаңа мен екі кейіпкер туралы айта кетсем, меніңше бұл жеке түсінігімде кеңес үкіметінің құрбандары ол екіге бөлге болады оларды. Олардың алғашқысы ұлтшылдар, жаңағы алаш қозғалысын жаңағы қолдаған байлар, интеллигенция, білімді адамдар, сол дәуірдегі көреген адамдар деп айтуға болады. Және екінші топ олар алғашқы лек коммунистер. Біз енді тарихта әртүрлі интерпретация жасауға болады, бірақ анық Сәкен Сейфуллин сияқты, жаңағы Тұрар Рысқұлов сияқты тұлғалар, олар өте идеалист адамдар. Олар осы қазаққа деген жанашырлығы олардың барлық істерінен көрінеді. Қазаққа ғана емес, жалпы осы шығыс халықтарына, Түркістан халқына ол кездегі жанашырлығы өте қатты байқалады, ұлтшылдығы байқалады. Және сол үшін де жапа шегіп, олардың бәрі өлтірілді. Рас қой, 37-38 жылдары сол алғашқы лек коммунистерді ұлтшылдар деген жаңағы желеумен бәрін түрмеге жапты, қырды, жойды. Яғни мына фильм бізге сол кеңес одағының екі құрбанын бас кейіпкер етіп көрсетеді. Оның жаңағы алғашқысы Жүнісбай, ол сондай бай, бүкіл қазақ халқының барлық құндылықтарын өзінің бойына сақтаған, оның әрбір қимылы, қолын жуғаны, жаңағы дәрет алғаны, немесе сөйлегені, аттан қолы байланып тұрса да секіріп түсе алатыны, атқа қолы байлаулы тұрса да секіріп міне алатыны, оның барлығы сондай бір сондай махаббатпен жасалған, перформанста сондай керемет жаңағы Ахмет Шамиевтің солай көрінеді бізге. Тура солай Тоқтар Бәйтенов, ол мен ойламаймын Тоқаш Бокинге негізделген ғой, негізі Шашкиннің романы, бірақ мен Тоқаш Бокинді зерттеген адам емеспін, сондықтан айта алмаймын да қаншалықты оған осы фильм сәйкес келеді. Бірақ мысалы Сәкен сияқты коммунистік идеясына, социализм идеясына расымен сенген, осы жолда халықты бақытты қылам деп ойлаған интеллигенцияның, кеңесшіл интеллигенцияның бейнесі ол. Сондықтан былай қараған кезде мен осы халықтың өкілі ретінде мен екі тарапқа да жаным ашиды, мен ешқашан ешкімді мысалы табалай алмаймын. Мысалы кейбіреулер жазады ғой, Сәкенді түрменің ішінде жаңағы итке талатып өлтіріпті, сауап болған деген сияқты біздің үлкен жазушылар кейде жазады. Мысалы мен олай табалай алмаймын, өйткені мен оның барлық ісінен, хаттарынан көремін қаншалықты ұлтқа жанашыр болған. Мынау Тоқтардың бейнесінен біз сондай жанашырлықты көреміз. Неге, қайдан? Өйткені ол көп ойланады, ол өз дәуірі оған әрекетшіл болуды мәжбүрлеген адам, бірақ өте ойшыл адам, табиғатынан ойшыл адам, өте көп ойланады, теңселеді, жүреді, және ол тарих туралы көп ойлайды. Жаңағы тастарға келіп, кез келген адам сол бейнелерді қашап алмайды ғой. Кез келген адам жаңағы болашақ өткеннен басталады, Күрішбай дейді ғой. Өткен білмеген бүкіл тамырын ұмытып, коммунист болып кетіп жатқан жоқ, яғни ол өзінің тарихын біледі, халқына жаны ашиды. Жаңағы Жүніс екеуінің диалогында да ол айтады, сен жаңағы өз бөлтірігіне шапқан қасқыр сияқтысың деп Жүністі қайта кінәлайды. Яғни ол шын идеалист ретінде коммунистік идеяға сенген, сондықтан да ол отанын сатқандай болмаймын деп қайтып бара жатыр. Яғни сол трагедия керемет көрсетіледі. Яғни кеңес одағының соншалықты жауыз екенін солар дер кезінде түсіне алмай қалған алғашқы лек коммунистер. Одан кейінгі лек келген, ол жаңағы Алласын алып тастаған Бердин сияқтылар ғой. Солар кеңес одағының сол
қатаң түрме сияқты жүйесін жасады. Енді жоқ бұл жерде көп сөйледі аз сөйледі деген біз ешқандай негізі мен репрезентация туралы айтайын дедім. Иә. Сол ойды жалғастырып репрезентация тақырыбын бітіре қойсақ, сосын киноның жағы кино тіліне көшсек деп ойлағам ғой. Ренжімесеңіз, мен айта салайын. Жаңағы бұл жерде біз енді бір жақты Қарсақбаев кеңес жүйесіне қарсы фильм түсірді деп те айта алмаймыз, өйткені барын сондай ambiguous дейді ғой ағылшындар, сондай екіұдай етіп қояды, соңы да бәрі сондай. Бірақ сонысымен ол сол кезде соның кесірінен үлкен прокатқа шыға алмады, және дәл қазір соның ықпалымен осы фильмнің бағасы артып тұр. Енді бұл жерде мысалы репрезентация дегенде бір орыс жүр, иә, ол Тоқтардың жанында ылғи да сол көшбасшы болып жүреді, ол да Тоқтармен қатар, ол бас кейіпкер емес. Бірақ бір орыс неге керек? Өйткені ол сол жаңағы бұл елге коммунизмді әкелген ақ нәсілді адамның бір образы керек. Және ол естеріңізде болса, анау ұйғыр диқаншымен сөйлескен кезде енді біздің қазіргі кітап білім бұлағы деген сияқты бір сөзді айтады ғой, жағы егін ексең өзіңе де жақсылық, халқыңа да жақсылық жасағаның, егін екпесең жақсылық жасамағаның деген сияқты. Енді ол бір қанат сөз емес қой, бірақ ол соны бір ақыл айтқандай етіп айтады, және оны бұл Верныйдың жаңағы несінде бір қағазында, құжатында жазылған дейді. Иә. Сонда анау ұйғыр әка деген, ой, осындай керемет лебізіңе рахмет деп ләппа айтып кетіп барады, бірақ соның өзі өте күлкілі да. Енді мен ойлаймын, сол сөздердің өзі әдейі солай жасалған, күлкілі етіп көрсету үшін. Бірақ сонымен бірге неге сол орыс батыр дейді, оны сол орыс батыр бір кезде айтады, жаңа Тоқтарды қорғайды ғой, Тоқтар жау болса мен де жаумын дейді. Яғни ол қалай болғанда да бір жағы Тоқтарды ақтап алу үшін бір орыс кейіпкерді солай етіп көрсетеді. Бір жағы Қарсақбаевтың, ол да жаңағы Олжас Сүлейменовтың қулығы деп айтуға болады. Ал бір жағы сол кездегі кеңес киносында кез келген орыстармен байланысы бар, иә, орталықпен байланысы бар дейікші, орыстармен емес. Бізден периферияда жатқан халықпыз ғой, орталықпен байланысы бар кез келген фильмде сондай өте маңызды орыс нәсілінен немесе ақ нәсілді, сондай бір славян нәсілді бір адам болады. Ол кеңес кезіндегі фильм түсірген барлық режиссерлердің барлық туындыларында бар. Және кеңес кезі аяқталғаннан кейін де сол бірақ сол дәуірде жұмыс істеген режиссерлердің кейінгі фильмдерін қарасаңыз, 90-шы жылдардан қазір 2000-ші жылдарға дейін түсірілген, онда да сондай кейіпкерлер бар. Жаңағы орыс немесе украин, сондай өте немесе еврей болуы мүмкін, бірақ әйтеуір жаңағы орталықтың өкілі ретіндегі ағартушы, сондай бір жағымды кейіпкер. Ол сол кеңес дәуіріндегі айтылмаған заңда кинодағы ол болуы керек. Оны режиссерлер іштей ақ түсініп солай қосатын болған. Сосын ұйғыр халқының репрезентациясы бар. Сонда қараңыз, бізге ұйғыр халқы, енді қазақ мұнда көпшілік, ал ұйғыр азшылық қой. Біз кеңес одағында азшылықпыз, қазақ. Бірақ бізді олар қалай көрсетеді? Олар бізді жабайы, сондай надан деп көрсетеді. Ал біз ұйғырды өзіміздің азшылығымызды қалай көрсетеміз? Біз оларды мәдениеттің өкілі ретінде көрсетеміз. Бірақ сонымен бірге бір нюанс бар да, ұйғырлардың жаңағы асханасына барып тамақтанатын болса, бір осы соғыстан, қуғыннан бір демалатын кішкентай арал сияқты. Нау бас кейіпкерлердің ешқайсының жеке өмірі жоқ. Мысалы, вестерннің ерекшелігі, истерннің вестернда барлық бас кейіпкердің бір жаңағы love interest дейміз ғой, бір сүйікті ғашығы болады. Ал мынандай фильмдерде, истерндерде олардың барлығы идеяға берілген, мемлекет үшін күресіп жүрген адамдар, большевизм үшін. Сондықтан олардың өмірінде әйелге орын жоқ. Ал мына кейіпкерлердің соғысып мәңгі сондай ат үстінде жүрген кейіпкерлердің бір ғана қиялдарын қытықтайтын бір ғана нәрсе, ол жаңағы ұйғыр қызының биі. Ол сол жерде былай қараған кезде жаңағы ұйғырдың музыкасы, тамақ ішу, бәрі былай қалай бар, солай дейміз ғой, солай әдемі сипатталады.
мазмұнды сипатталады, бірақ сонымен бірге әйелдің репрезентациясы ол жердегі ол сексуалды объект ретінде сипатталады, өйткені ол билейді, және ол сол билеген кездегі камераның қозғалысы да оның сол аяғынан бастап түсіреді. Сол вестерндағы көрінетін ерекшеліктер сол Голливуд киносында қалыптасқан жолмен түсіреді оны. Және ол әйел жаңағы ол ортадан кетеді ғой, бәрі енді кету керек. Сол кезде бәрінің сол қиялында қалады да ана әйелдің бейнесі. Қайта-қайта айтады, ой, биін көре алмадық ау, ой, Тәжібайдан сәлем айт. Сондай бір былай қараған кезде бір ұйғыр халқы, қазақ халқы екіге бөлініп жаңа жауласып жатыр, жаушылық заман. Қазақ әйелінің бәрі не зарлап, Фарида Шәріпова сияқты елім айлап ән айтып жүр, не жаңағы жоқтау айтып отыр, не қарғыс айтып жатыр большевиктерге. Ал сол кезде жаңағы объект ретінде қиял бейнесінде көрінетін бейне ол ұйғыр халқының ғана бейнесі да, өйткені олар сол қазақтың өзара соғысынан, ұлтшыл болып, большевик болып соғысынан тыс тұрған сондай бір қауіпсіз арал сияқты сипатталған. Мен енді оның қаншалықты шындыққа сәйкес келетінін білмеймін, өйткені нақты сол дәуірдегі ұйғыр тарихын зерттеген жоқпын, бірақ енді фильмде солай көрсетілген. Тағы бір не, жаңа сіз айтып отқанда орыс батырға байланысты. Сіз талқылап келесіз, сол линияны аяқтай салғанымыз дұрыс сияқты. Ол өледі ғой жүністің адамдардың қолынан. Ол да бір жаңа сіз айтқан авторлардың тырнақшаның ішіндегі қулығының несі ме? Өздерінің көзқарасын көрсетейін деген? Солай ойлаймын, өйткені негізінде мынау жалпы доминант кейіпкер емес та, оның өзінен ақ көруге болады авторлардың ерекшелігі. Мысалы, өзбек киносын алсақ, ондай енді өзбек киносы бізден ертерек дамыды ғой, ол жерде алғаш 20-шы жылдары кино түсіріле бастады, және онда сол европалықтар келіп түсірді, және олардың бәрінде әрине өзбектер жабайы болып көрсетілді. Бірақ мысалы Сүлейман Ходжаев, Наби Ғаниев сияқты ұлттық режиссерлер келгенде, олар бас кейіпкерлері олардың өзбектер. Жанында жаңағыдай европалық біреу жүреді, бірақ ол бас кейіпкер емес. Олардың проблемасы да сонда болды. Сол үшін де Ходжаев атылып кетті, мысалы Ғаниев түрмеге түсті, кейін босанып шықты. Яғни қалай болғанда да осы сталиндік заманда, ол қазіргі мен зерттеуім нақты сол Сталин дәуіріне келеді ғой. Сталин дәуірінде орыс ұлтының жаңағы доминанттығын анық көрсету керек болған. Енді Сталиннен кейінгі бір жағы жылымықтың әсері да бұл. Олай көрсетпеуге де болады деген шешім шығарып, енді ол өтіп кетіп тұр. Зарина, осы соңғы тақырыпқа сіздің көзқарасыңыз қандай? Біз ұйғыр халқы туралы айтып жатырмыз, фильмде қалай көрсетті, бір бізде сұрақ болып тұр. Мен толықтай түсінемін айтқаныңызды. Шынымен де әйелдің образы меніңше жаңағы сіз айтып кеттіңіз ғой, Эдвард Сейдтің ориентализмі негізінен Совет үкіметі кезінде, негізінде Совет үкіметінен бұрын Ресей патшалығы кезінде осы шығыстың басқаша бір образы туындалды да. Олар жаңағы батыс Европаның шығыс жайлы образдарын қиялдап өздерінің шығысын жасай бастады. Бірақ Ресей патшалығының шығысы, жаңағы Орта Азия дейміз, жаңағы дұрыс шығыс образына келген жоқ. Ол әйелдері әдемі емес, көрінбейді көзге, мұсылман немесе вообще басқаша, Индия емес, Африка емес, экзотикалық, эротикалық қиялдарына сәйкес келмеген. Сондықтан сол бар. Содан кейін жаңағы екінші зат, Орта Азия деп айтқан кезде, Совет үкіметі кезінде Қазақстан және Орта Азия деп айтқан. Қазақстан шығысқа кірмеген. Сондықтан осы фильмдің ішіндегі шығыстың образын ұйғырлар көрсетеді. Ұйғырлар арқылы көрсеткен. Ол ұйғырдың қызы билейді, ол биші, және ұйғырларды жаңағы шығыс деп айтқанда, шығыстың образын айтқанда, Эдвард Сейдтің сөзіне келгенде, шынымен Пластанованың сөзіне келгенде, шынымен шығыс ол эротикалық әйелдің образын көрсетеді.
ылғи да Европа центристік көзқараспен қараған кезде шығыс деген ол әйел, эротика, Индия, Африка, ол жаңағы басқа мың бір түн, сол мың бір түн сондай жаңағы заттар. Өйткені Европаның отарлау саясатын көрсеңіз, жаңағы Америкаға дейінгі крестовый походтар білесіздер, ол жаңағы діни жаңағы шапқыншылықтар. Бірақ оны кім жасайды? Әйелдер емес, ер кісілер жасайды. Олар жаңағы шығысты жаулап алып, оларға шоқындыру үшін, жаңағы христиан дінін тарату үшін. Бірақ бұл да отарлау саясаты. Содан бастап Америка барлығын жаңағы бар тарихын айтпай қояйын, бірақ шынымен соларға қарап Ресейді өздерін батыс европалық ақ адам деп сезінгісі келетін еді. Бірақ европалықтар өздері Ресейді олай санамайды. Олар Ресейді шығыстар, моңғолдар деп айтатын. Ақ моңғолдар деп айтатын оларды. Ылғи. Сондықтан Ресейдің өздерінің комплекстері бар. Әлі күнге дейін комплекстер бар. Терең зерттесек, олар әлі оған жетсе, білмеймін, жете ме, жетпей ме өздерінің травмаларын зерттеп. Бірақ біз оны білеміз. Мен алғашқы адам емеспін айтып тұрған, ол да біліп тұр, оны барлығымыз ашық нелерде оқи аламыз. Зерттей аламыз да. Зерттеулер көп бұл туралы. Бірақ сондықтан ресейліктер өздерін Европа лықтар деп сезіндіріп, жаңағы Петр бірінші жаңағы Европаға терезені ашқан деп, сондай ол өзін ол европоцентристік қойқарасты өте алып келді. Сол ориентализмді, значит, шығыс образын алып келді ресейлерге. Сөйтіп олардың шығыстары, Ресейдің шығысы Орта Азия мен Қазақстан болды. Содан кейін осы фильмнің ішінде қайталай кетейін, шығыстың образы ұйғырлар көрсетті. Қазақстан шығыс болмаған, шығыс образына кірмеген. Ресей үшін, кеңес үшін. Кеңес одағы бұл пікірмен аса келіспеймін, енді ренжімеңіз, енді айта кетейін, былай ғылыми тұрғыдан, мысалы осы истерн жанрын зерттеген ғалымдар бар, кинотанушылар, олар ылғи да Қазақстанды әрине қосады. Қазақстан және енді ол кезде Средняя Азия дейді ғой. Қазақстан и Средняя Азия дейді. Средняя Азия дегенде Қазақстан неге қоспайды? Өйткені жаңағы Адиб Халидтің Орталық Азия деген соңғы кітабы бар. Сол жерде оқысаңыз, ол былай түсіндіреді. Қазақстанды ол кезде бөлек айту себебі ол территориясы өте үлкен және экономикалық тұрғыдан барлығын енді кеңестік дәуірде экономика шешеді ғой, сондықтан экономикалық тұрғыдан ол кірмеді жаңағы Орта Азияға. Бірақ мынау түсінік тұрғысынан, жаңа география, топография тұрғысынан Қазақстан ғана емес, шығысқа мынау христиан дінін қабылдаған армяндар, грузиндер ғана кірген жоқ, ал басқа майнорити ұлттар, жаңағы сахалар, буряттар, чуваштар, татарлар, мордва, олардың барлығы шығысқа кіреді. Яғни Әзербайжан да мысалы шығысқа кіреді, өйткені олар мұсылман, транскаукейжия болса да олар мұсылман. Сондықтан да олар да совет ист деп қаралады. Мысалы Әзербайжан киносын зерттеген ғалымдар солай жазады, cinema for the Soviet East деп, сол Әзербайжан киносын. Яғни тек қана христиан дінін қабылдаған халықтар европалық деп саналады да, ал басқаларын сол шығыстық енді ракурспен ориенталистік жаңағы Европадан өздері әсіресе ағылшынмен, енді кинода айтайын, әсіресе ағылшынмен француздың 20-шы жылдардағы фильмдерінен өте көп, жаңағы мен айтып өткен режиссерлер өте көп жаңағы тіпті көріністерімен енді ұрламаса да, бірақ өте ұқсатып соларға еліктеп түсірген. Олар қалай, мысалы мың бір түн туралы өте көп фильмдер түсірілді ғой, соның желісімен 20-шы жылдардағы Америкада түсірілді, Англияда түсірілді, Францияда түсірілді. Соларға өте еліктеп түсірген орыс режиссерлер, орыс емес, жалпы кеңестік, алдымен патшалық, одан кейінгі ресейлік, одан кейінгі кеңес режиссерлер, яғни жаңағы Зарина айтып кеткендей өздерінің шығысын жасамақ болды да, аналарға еліктей отырып. Қазақстан орталық бір зат, меніңше Асия бізде келіспеушілік жоқ. Өйткені шынымен Қазақстанды Орта Азияға қоспауы алдын ала, өйткені Қазақстан біз білгенімізде
1925 жылы кеңес одағы 1922 жылы кеңес одағы құрылған кезде Қазақстан Ресей Федерацияның автономия республикасы болды. 11 жылдан кейін ол кеңес үкіметінің КСРО болды. Одан бұрын ол автономия болды. Сондықтан Орта Азия деп жаңағы Өзбекстаннан, Қырғызстаннан бастап басқа елдерді айтты. Бірақ бұл болған шынымен айтқанда әр теориядан, әр мектепте, школадан, оқудан әртүрлі көзқарас болуы мүмкін. Ол үшін бірақ фактілер осындай, бірақ меніңше әртүрлі неден. Мысалы, 30 жыл бұрын мүмкін мен басқаша айтатын едім, басқа теория болған кезде. Қазір мен өзімнің ойымен келіскен теориялар осылай айтады. Бірақ келіспеушілік екеуіңізді айтып отқан келіспеушілік жоқ. Мен түсінгенімде Қазақстанның Орталық Азияға қосылмауы ол саяси экономикалық тұрғыдан, ал мәдени, болмаса ориенталистік тұрғыдан ол бәрібір де Орталық Азия болды, шығыс болды, сондықтан бір даулы нәрсе емес сияқты бұл. Біз енді фильмнен тұрғысынан қарағанда біз талқылап жатқан әрине ол Қазақстан, бір Орталық Азия. Бұл тек жаңағы othering деген түсінік бар ғой, бөгдені, өзгені көрсету. Сол жағынан жаңағы экзотика жасау, сол қазақтың режиссерінің ұйғырды көрсеткендегі көзқарасы да, жаңағы өзгені көрсету. Енді мен бағана олай айтуға қысылдым, бірақ негізі солай ғой енді. Өздерін ақтап ала отырып, басқаны бәрібір басқа қылып көрсетіп жатыр, бәлкім енді ақтап алуда емес шығар. Әдетте өзгені көрсету де енді оны қаралау міндет емес қой. Мұнда ұйғырларды ешкім қараламайды. Біздің бас кейіпкеріміз Жүністің өзі мысалы бай, ол ұйғыр актер ғой, Ахмет Шамиев. Ол жерде бір ұйғырларды кемсіту немесе ол халықты жағымсыз тұрғыдан көрсету деген ой жоқ мүлдем. Бірақ жаңағы мәдени тұрғыдан өзге ретінде көрсету бар да. Түсінікті. Енді фильмнің Қарсақбаевты басында айттық қой, режиссер ретінде өзінің ерекше қолтаңбасы, мектебі бар деп. Енді фильмнің бір кинематографиялық кино тілі деп айтамыз, сол жағына көшсек, сіздер бәрін айтып тастамай тұрғанда өзім байқаған бірнеше жерімді айтып алайыншы. Маған өте қызық болған сол режиссердің шешімі ме, әлде бір техникалық кейін қайта өңдеудің кезінде болды ма, диалогты бергендегі кадрлар. Көбінесе мүмкіндігінше сөйлеушіні кадрда ұстамауға тырысады. Тыңдаушыны кадрда ұстайды. Сосын жалпы план, болмаса басқа бір деталь, басқа бір заттарды көрсетуге. Осыған тоқталсаңыз. Екінші, маған бір қызық, біз басқа фильмдерде де көп тоқталамыз, музыкалық шешімдер. Елімайдың берілуі, болмаса тіпті маған Елімай енді түсінікті, қандай контекстте беріп жатқаны. Қапамен еріп Қарлығаш ауылына келеді ғой. Сол кезде менің логикам қалай? Ауылды олар бір азат еткен сияқты, ол бір көңілде, бір сондай бір жеңістің музыкасы болу керек еді. Бірақ керісінше бір өте сондай мұңлы, бір шабуылға ұшыраған, сонда бір күйреген ауылды сезінетіндей береді музыканы. Бұл екінші музыкалық неге тоқтасаңыз. Сосын оператордың жұмысы маған бір, әрине ол оператор ойлап тапқан болуы мүмкін, бірақ режиссерлық шешім ретінде Тоқтар мен Жүніс бірге қамауда отырған кезде Жүністің дауысынан кейін біз кадрды бірден Жүністі көрмейміз, кино тіл деген сол шығар, бірінші жарықтан бастайды. Жарықтан бастап барып біз Жүністі көреміз. Бұл енді мен шамам жетіп байқаған бірнеше нәрселер. Сіздер маман ретінде осыны бір бөліп қарастырайықшы. Режиссерлық шешімдер, оператордың, актерға біз көбірек алдыңғы фильмдерде көп тоқтамай жатырмыз. Осы фильмде актердің ойынына тоқтасақ, кезек-кезегімен. Енді операторлық өнер тұрғысынан бастасақ, Әбілтай Қастеевтің бұл ең алғашқы көркемдік киноға көшкен тұрғыдағы жаңағы дебюті деуге болады. Дебюті деуге болады. Қарсақбаевтың көрегендігі ғой, енді шақырып жұмыс бергені, сонда директ фильмде жүрген операторға. Және жаңа сіз байқағандай
дүниелер бар. Маған ерекше көзге түскен дүниелердің бірі жаңағы режиссерлық пен операторлықтың жаңағы тандемі ғой. Мысалы бұлар отырады, мына жақта тергеу жүргізіп жатыр, мына жақта тамақ ішіп отыр, лағман жеп отыр. Сосын бір уақытта аттану керек болған кезде далаға шықсаңыз ымырт үйіріліп кеткен. Мынау көкжиек қып-қызыл. Келесі жолы солай жорыққа аттанған сәтте де тура сондай қып-қызыл іңірді көреміз. Таң атып келе жатады, не кеш батып бара жатады. Яғни сол сахналардың барлығын шапқын, қуғыншылық, оның барлығын сондай ымырт кезінде не таң алдында түсірген да, сол қызыл іңірді көрсету үшін. Соның өзі, былайша айтқанда, дәл қазір оған бір қосымша жарықпен, түспен ойнап көрсетуге болушы еді. Ол дәуірде сол уақытты таңдау арқылы да режиссер мен оператор. Бұл деректі фильмнен келгенде емес пе? Деректі фильм әдетте көбінесе табиғи, жарықты, табиғи шешімдерді қабыл. Сосын жаңағы бұл фильмнің өміршеңдігінің бір себебі ондағы диалогтар өте мықты, бірақ көп дүние диалогсыз айтылады ғой. Киноның тілімен жеткізіледі, сондықтан да ол өте қуатты. Мысалы айталық, жаңағы сіз байқаған түрмедегі көрініс, анау Тоқтардың опынып отыратын сәті, сосын кенет дауыс естиді, бірақ камера жылжып барып біз анау қара көлеңкеде отырған Жүністі көреміз. Бірақ сол кездегі Жүністің сөзін тыңдасаңыз, ол айтады ғой, мүмкін қазақтың басына жұмақты орнататын сен боларсың дейді. Бірақ сол кезде камера не істейді? Камера мынау түрменің шаңырағын көрсетеді. Яғни, былайша айтқанда, мына текст сен бір жұмаға келетін шығарсың деп тұр, бірақ оның әкелетіні түрме ғана. Кеңес одағының әкелетіні түрме, қараңғылық, және ол қапас, ол зындан. Сол ғана Кеңес одағы деген ол түрме. Сол идеяда, енді ол жерде Тоқтар Кеңес одағына әкелуші ретінде тұр ғой. Сосын айталық, екеуінің жаңағы режиссер мен оператордың тағы тандемі. Мысалы, алғаш рет Тоқтар мен Жүніс екеуі келе жатқан кезде, Тоқтар ол кезде бастап келе жатыр, Жүніс оның тұтқыны. Екеуі тоқтайды суға. Ол бір шалшық су кішкентай. Ал келесіде Тоқтар керісінше тұтқын болғанда да Жүніс оны сарқыраған өзен жанына келеді. Ол тап-таза өзен, ол жерде еркін жаңа дәретін алады. Сондай бір параллельдер өте көп. Мысалы, фильм басталған кезде әскерлер қызыл жалаумен жаңағы қырдан асып төмен қарай құлдилап келе жатады. Ал фильмнің соңында Тоқтар керісінше анау өрге шықпақ болады, талпынып сол ана тастармен тайталасып, арпалысып жоғары қарай шығып бара жатады. Енді ол өзінің идеясы үшін күресіп кетіп бара жатыр ғой. Мен осы Кеңес одағымен бірге халқымды бақытқа жеткізем деп, осы менің ұлтымды бір жұмаққа жеткізетін осы большевик идеясы деп, ол солай кетіп бара жатыр, бірақ оның Кеңес одағы ол жаңағы алынбайтын сондай бір тастармен жолы салынған, еңсерілмейтін бір өте қауіпті, қорқынышты жолда. Ол соған түсті, оның тағдыры белгілі, атылады, кетеді, жойылады. Сосын енді таза операторлық өнерге келсек, мысалы, екеуі, мүмкін ол да режиссермен келісілген ғой енді, екеуі мысалы келе жатады, екеуінің өте тамаша диалогы бар, айталық, халқым менің жаңағы бозторғай болып, құмайдың құлқынына түспесе, бозторғай болып еркін мына кең дүниені шарқап жүреді ғой дейді ғой. Содан кейін екеуі келе жатқан кезде тағы да кештеу, екеуі бейіттің ортасында келе жатады. Сонда екеуінің аты өздерінің көлеңкесі ғана да, екеуі сөйлесіп келе жатыр, бірақ біз екеуінің жаңа бейіттердің үстімен көлеңкесі басқанын көреміз. Яғни бұл жерде де сол біз бәріміз осы жерлікпіз деген мәселе тұр, 5 күндік ғұмыр деген, сонымен бірге мынау біздің ата-бабаларымызбен байланыс, біз осы жердің иесіміз, осы біздің бабаларымыз деген бір идея тұр. Тура сол сияқты бейіт бұл фильмде өте көп көрсетіледі ғой. Фильм басында жаңа қазылып қойған көр, сосын расымен де қырылатын әскер, одан кейін басындағы большевиктердің мысалы қызыл жұлдыз салынған бейіттерін көрсеткендей болады, бірақ оның ар жағында мазарлар тұр.
яғни қалай болғанда да бүгініміз бар, бірақ өткеніміз ылғи да бізге қол бұлғап тұр. Ол ылғи да визуалды түрде өзін манифестациялайды да осы фильмде. Өткен шақ ылғи да алдымызда тұрады, жаңағы тастар арқылы, бейіттер арқылы, тағы басқа. Сосын не айтпақ едім, музыка. Мысалы Тоқтарды кейбір киносыншылар жаңағы бұл не болатынын белгісіз кейіпкер деген сияқты интерпретация жасайды ғой, бірақ музыка арқылы біз оны батыр екенін көреміз. Ол алғаш атқа мінген кезде Ақбоз атты жаңағы құрбан болсам мен ақ болайын дегенде ештеңеден қорықпай жаңағы өзінің қарамағындағы сарбазға өз атын түсіп беріп өзі Ақбоз атқа мінген кезде, сол кезде біз қаһармандық музыка ойнайды. Біз бірден о мынау батыр деп білеміз. Сөйтіп фильм басталады. Және ең соңында ол жаңағы тауға өрмелеп бара жатқан кезде тағы да қаһармандық музыка ойнайды. Яғни Абдолла Қарсақбаев оны да жеңілдірмейді. Ол сол идеясы үшін күресіп жүрген адам да. Және Абдолла Қарсақбаевтың мысалы Бандыны қуған Хамитінде де осындай тәсілдер бар. Ол Хамитті қаһарман етіп көрсету үшін бізге Құдіренің көзімен қаһарман етіп көрсетеді. Құдіре ол жерде өте доминант кейіпкер. Оның жаңағы батыр екені айдан анық. Ал Хамиттің батыр екені біз Құдіренің оны мойындауынан көреміз. Мына жерде де дәл солай. Жүністің батырлығы, тектілігі, қасиеті ода ешкімнің күмәні болмайды. Ол өте доминант кейіпкер. Бірақ оның жаңағы Тоқтарға деген көңілінен, ықыласынан біз оның Тоқтардың қандай батыр екенін, қандай аяулы адам екенін көреміз. Сонда бұл жерде Тоқтар жай мысалы анау Берден сияқты емес қой, ол жаңағы бәрібір халқын ойлаған сондай ұлтшыл азамат. Сондай бір алғашқы лек большевиктердің өзін қайта қарауға деген ұмтылыстың бір көрінісі ғой. Сондай дүниелер музыка арқылы жеткізіледі. Сосын жаңа Елімайды айттыңыз ғой, енді оның маңызы халықтың көшіп келе жатқан кезде Фарида Шәріпова айталық. Ол неге зарлап келе жатыр, неге ол айту керек? Өйткені мысалы Ричард Драйердің теориясында жұлдыздық институт бар ғой, сол өте үлкен жұмыс істейді. Яғни актердің экрандағы бейнесі ылғи да оның өмірдегі бейнесімен байланысты. Сондықтан Фарида Шәріпованың өзінің жеке тарихы мына жердегі көшіп бара жатқан халықтың зарын жеткізу үшін дәл сол актрисаның болуы, ол да сол жеке өмірдегі Фарида Шәріповамен, анау арғы жақтан қайтып келген актрисамен арғы жаққа кетіп бара жатқан кейіпкердің зарын сол өзінің бабаларының тарихын ойнап жатқан. Иә. Ыдырыс Ноғайбаев жаңағы ол енді негізі театр арқылы танылған актер ғой, сондай тау тұлғалы деп барлық біздің қазіргі дәуірдегі актерлеріміздің бәрі сол үлкен махаббатпен, құрметпен айтатын актерлердің бірі Ыдырыс Ноғайбаев, сосын Әнуар Молдабеков. Әнуар Молдабековтың біз мысалы көпшілік оны Қыз жібек арқылы біледі, бірақ Қыз жібектегі шеге қайдан шыққанын біз осыдан көреміз. Өйткені мына жердегі Тәжібай сондай ән айтқан, ылғи да көңілі жарқын, сері жігіт. Сол Қожықов енді мұнда кеңесші болды ғой, негізі кеңесші емес, көркемдік жетекші болды. Сол жерде көріп, сол есінде қалған болу керек. Кейін Әнуар Молдабеков шеге болып шыға келді. Ноғайбаев қаршыға болды. Бердин. Фарида Шәріпова жеңге болды. Сол осы актерлік ансамбль сол жақ Қыз жібекте, Сіз айта беріңіз, сосын тағы бір айна. Актерлер туралы мен ештеңке айта алмаймын. Сізді тыңдадым, өте қызық. Ойламаппын ол жайлы. Мен алдында айтқандай совет киносын мен бала кезімнен аса ұнатпайтынмын. Білмеймін не үшін, травмама бірдеме, білмеймін. Олай айтпай қояқ, бірақ осындай болған жоқ. Бірақ қазіргі кезде, мен білмеймін, қазіргі кезде мүмкін басқаша бірінші рет көріп тұрғаныма менде өте
рахметімді айтамын, өйткені маған қазір кезде мен басқаша көзқарас. Уақыт келді ма, білмеймін, тәжірибем келді ма бірдеме. Екінші рет келіп тұрмын осы киноклубқа, өте маған ұнады. Бірақ актерлер туралы ештеңе айта алмаймын, бірақ қызық екен осы актерлердің өзінің бейнелері өзінің тәжірибесіне сай екен, өзінің несіне сай екен, сол да қызық. Мүмкін мен осы кино зерттеуші болғанда мүмкін оны білетін едім, бірақ маған да ол да өте қызық болды. Айтатын сіз қазір. Рахмет. Мысалы жаңағы актер дегеннен шығады, Нұржұман Ықтымбаевтың алғашқы рөлі ғой, Қапанды сомдап жүр. Бұл жерде Қапан неге комедиялық кейіпкер? Былайша айтқанда ол таптық күрес екенін көрсетіп тұр, кеңестік идеологияның жаңағы талаптарын бір тик жасап тұр ғой. Ол құсбелгі соғып тұр. Міне біздің жаңағы тапталған дейміз ба, қажалған бір сөз бар еді ғой, ұмытып қалдым. Жаңа қаналған тап өкілі бар, міне кедей кейіпкер, ол құрбан деген. Бірақ бұл фильмде оны таныстыруының өзі сондай комедиялық, ол анау жеңіл желпі ән айтып келе жатады, және жаңа өзінің еңбегін мен тапқан малын айдап келе жатыр, қапан ерің деп қойды, өзінің ермін деп. Оның бәрі өте күлкілі. Сосын жаңағы орыс халқы туралы айтатын сөздері де, олар бізге заң шығарыпты, қазақтарға шөп жегізем деді, картөске дей ма дейді. Соның барлығы өте күлкілі, бәрін күлдіреді. Яғни ол жаңағы былайша айтқанда кеңестік идеологияның негізгі тезисі болған мәселеді, соның өзін күлкіге айналдырып тұрды. Бұл жердегі негізгі терең мәселе ол ұлттық драма. Жаңағы халықтың бауыр мен бауырдың кеше ғана бір-бірін құтқарған екі азаматтың соғысы, ол ұлттық трагедия. Ал таптық деген ол екінші мәселе да. Мысқылдап тұр. Иә, мысқылдап солай жеткізіп тұр, сол бір кейіпкер арқылы. Және мен неге жаңа Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұловтарды айтып отырмын, өйткені мысалы жаңа мен айтып кеткен Адип Халид мысалы қалай осы былтыр 2021 жылы шыққан кітабында Тұрар Рысқұлов туралы былай айтады, ол революцияны таптық емес нәсілдік негізде қараған адам. Яғни бұл революция бізді мына азиаттарды, шығыс халықтарын европалықтармен теңестіреді деп сол үшін күрескен адам. Яғни оның түсінігіндегі, Рысқұловтың түсінігіндегі революция теңдік, ол басқа теңдік еді дейді. Сол мәселе осында бар. Яғни ол негізгі мәселе, бізге керек теңдік, ол таптық теңдік емес еді, бізге ұлттық нәсілдік теңдік керек еді деген мәселені осы Қарсақбаев меңзейді осы фильм арқылы. Керемет. Сіз осы көзқарасты айтып жатсыз ғой, алғашқы коммунистер, құрбан, сосын Сейфуллиндар туралы. Шын мәнінде қазір бір жақты көзқарас сияқты осы Сәкен Сейфуллин қатарлы тұлғаларды бір қатты қаралау кезінде мындай бір деректерді мен қарадым, жүрген туралы біраз бір жобада болды да, сонда қолыма түскен бір дерек, Әлімхан Ермеков екеуі туысқан екен, екеуінің кездескені бар, бажа болды ма сондай, қазір есімде қалмапты. Екеуі екі жақтың адамы, өкілі. Бірақ сонда мен түсінгенім, екеуінің де бірін-бірі түсінгені екі жолмен, бірақ мақсаттары бір. Жүргеновті қазақты ағартқысы келеді, жақсы мағынада, әрине батыстың ағартуы емес. Қазақ тілінде мектептер салды, университеттер, өнер ордаларын, оның да айтатын сол екеуінің оңаша кездескенде бірін-бірі кінәлай алмайды. Осындай бір жабық жатқан нәрселерді көтеріп мүмкін қайта қарау керек сияқты, тек жаппай қаралау болмаса жаппай ақтау, мақтау емес. Иә, сосын деген ұмытып қалмай тұрғанда есіме түсіріп алғанда айтайын. Жалпы киноның тілі туралы тағы да. Мысалы, біз 60-шы жылдары айтамыз, 50-60-шы жылдардағы батыс киносын тамсанады, әлемдік кино сыншылар.
жаңағы француз жаңа толқыны, италиядағы неореализм деп. Бірақ біздің мысалы Қожықовтың жаңағы Шың басындағы шынар сияқты фильмін қарасақ, иә, кішкентай фильм ғой, бірақ соның өзіндегі операторлық шешімдер және осы фильмдегі мысалы камера, ол кейіпкердің жаңағы көзімен да түсіреді. Мысалы анау жаңағы түрменің ішіндегі камераның мынау еденмен қозғалып барып көтерілетіні, ол Тоқтардың көзі ғой. Идентификация, яғни бізде кейіпкермен жүреді камера арқылы. Тура сол сияқты соңғы көріністе Тоқтардың жаңағы тауға шығып келе жатқан кезінде жаңағы тас сол өзенді әбден әлсіреген, қажыған, солай келе жатқанда камера бір сәтте оны сыртынан көрсетеді, бір сәтте жерді осылай көрсетеді да, яғни өте субъективті көзқарас. Қазіргі кинорежиссерлер оны өте көп пайдаланады ғой, операторлар, жаңағы handheld камера дейді ғой, қолмен қозғалтып адамның эмоциясын, ішкі күйін жеткізу үшін камера кейіпкермен бір бүтінге айналу үшін. Енді киноның өзі негізгі идентификация. Көрермен бақылаушыға айналады, иә, яғни көрермен жоқ, идентификация жүреді ода. Жалпы мына киноның теориясында екі мәселе бар ғой. Неге кино соншалықты қуатты? Өйткені біріншіден бізде кейіпкермен идентификация жүреді, біз өзімізді кейіпкер ретінде сезінеміз. Екіншіден бізде камерамен, өйткені біз бәрін камераның көзімен көреміз. Осы екі қуатты идентификация жаңағы кейіпкердің көзқарасын көрсету кезінде сол бірігеді де өте қуатты күшке айналады. Яғни осы операторлық шешім сол дәуір үшін өте маңызды және сирек қолданылатын алғашқы бір қарлығаштары деп ойлаймын да, өте модернистік, заманауи шешім. Атамекенде де осы сіз айтып отқан ерекшеліктер тура. Ол жақта оператор Айманов. Айманов режиссер, оператор? Оператор, иә. Яғни сол былайша айтқанда бір қазақ киносы соншалықты кеш қалып қойған жоқ. Сол әлемдік киномен бірдей жаңағы адымдап отырды, бірге қатар дамып отырды деп айтуға болады. Сосын тағы айтқым келгені, мүмкін біз бір сағаттай талқылап жатырмыз, аудиторияға, біздің қатысушыларымызға мүмкіндік берсек, өз пікірлерін айтуға, сұрақтар болса, айтылмаған әлде ойымызда бар, сол әңгімемен бірге қосып жеткізіп отырсақ. Бір нәрсені айта кетейін, сұраққа дейін, иә, сосын кейін тек қана сұрақтармен алсақ. Жаңағы режиссерлік шешім дегенде, бұл енді осы кино талқылаған кезде ылғи айтылатын мәселе, бірақ осы бүгін айтылған жоқ. Ол жаңағы проп дейміз ғой, заттарды пайдалану. Ол соңғы көріністердің бірінде жаңағы Жүніс жоғарыда айтқандай мәтінмен ашық еш нәрсе айтпайды. Ол тек жаңағы дәретін алып келіп, тазаланып, ана жақтағы өзіне жасалған жаңағы қиянатты, жаңағы барлық жаман нәрсенің бәрін жуып тастап, тап-таза күйінде келеді да, сол ақ ниетімен, бөркімен, қылышын Тоқтардың алдына қояды. Бұл деген негізі өте сол проп арқылы ғана, жай ғана екі зат, ол символдық дүниелер ғой, қылыш та, бөрік те, жаңағы бірге бір жақта болайық, менің батырым да бол, басшым да өзің бол дегендей, жаңағы өзінің бөркін беру деген, ол енді үлкен құрмет та қазақ үшін. Сол көрініс арқылы ғана біз екі ең үлкен оқиғаны көреміз да ол жерде. Яғни Жүніс Тоқтарды жай бір мазақ үшін алып кеткен жоқ, Хамиттің құдіретін алып кеткен сияқты, мысалы. Ол оны көтермелеп, құрметтеп, өзімен бірге жанында жүрсін деп қалап алып келді. Бірақ Тоқтардың сол кезде үндемей, үнсіз ғана тұрып кететіні, ол да бір сол деңгейлі шешімді, ешқандай диалог жоқ. Оның көмекшісі қылышын суырып, Тоқтардың артынан бармақ болған кезде бір ғана қимылмен қылышын сабына қайтадан салып тастайды Жүніс. Яғни сол киноның тілі дегенде осындай дүниелердің өзі мысалы қаншама бет жазғаннан гөрі әсерлі болады. Бұндай шешімдерді фильмнің көп жерден байқауға болатын сияқты. Тіпті анау Бердин кімді тергей бастайды ғой келген кезде, Тоқтарды. Сонда анау кесені пайдаланудың өзі өте көп нелерді.
немесе ана лағман жегендегі сүйіндіктің отырып иә қысып ала алмай кейіпкердің мінезін көрсетіп жатыр. Сұрақтарға көшсек. Бұл оқиға 66 жылы өтіп отыр ғой, енді жаңағы иә түсірілім 66 жылы, сондықтан аяқталған оқиғалар ғой бұл. Соларға жаңа көзқарас, бұл жерде жаңағы амбигюти дегенді анық аңғаруға болады. Екі жақта, яғни ешқай жаққа бір не бермейді, басымдық бермейді, көрерменге қалдырады. Көрермен егер сіз шынында советтік идеяны ұстанған адам болсаңыз, өзіңізге керекті табасыз. Сіз мысалға Алашорданың немесе ұлтшылдық идеяны ұстанған болсаңыз, оған да өзіңізге керекті табасыз. Бірақ режиссер бір-екі жерде бір хинт, намек беретін сияқты. Ол енді білмеймін, мүмкін менің ойым, мүмкін шында да солай. Оған бір анық бір жері, мына фильмнің ең бір өзекті жері бар ғой, мәйегі, ол анан Жүсіппен бірге келе жатады ғой, Жүніспен бірге неден тұтқындап келе жатады, екеуі ғана. Сол кезде жаңа диалог болады, екеуінің де аузында өздерінің ең үлкен аргументтері айтылады, екеуінің де аузымен. Осы кезде байқасаңыздар, Жүністің сөздері өзінің кадрында әрі крупный планда беріледі. Және ол сөз кәдімгідей бізге сүйегімізден өтетіндей қылып беріледі. Оған жауап беру мүмкін емес секілді беріледі. Ал оған қарсы жауабы Тоқтардың әлсіздеу, жаңағындай солғындау, және сөйте тұра ол оның артынан түсіріледі, арқа жағынан беріледі, артын беріп айтқан секілді. Сосын жаңағына қараңғы кадрда сөзінің жартысы общий планда беріледі. Бұл енді кино теорияда бар нәрсе, ірі план деген сөз ол маңызды нәрсені білдіреді. Ал жалпы план ол жалпы маңызды емес. Ол жерде маңыздылық басқа нәрсеге кетеді. Сондықтан осындай бір жаңағындай нелер намектардан Қарсақбаевтың идеясын негізгі ойы мына Жүніс арқылы беріп тұрғанын байқауға болады. Негізгі бас кейіпкер, тіпті Тоқтардан да үлкен кейіпкер, сол екенін осы жерден бір байқауға болады сияқты. Бұл кино тілі арқылы толық біз аңғаратын сияқтымыз. Одан кейін мені қатты бір таңғалдырғаны Қапанның образы. Біріншіден актерлік ойын өте керемет, қатты ұнады. Бір жағынан бір ондай ойындар, ондай үн, ондай әуез енді болмайтын сияқты болып көрінді маған. Себебі ана жердегі нағыз анандай актерлік шеберліктің бір керемет қазақылықтың бір көрінісі көрінді да, актер ретіндегі. Біз енді мынау өндірісте жүргеннен кейін оны жақсы білеміз да. Бірақ сол жерде Қапанның аузымен мынандай көп нәрсе айтылады да. Сен өкіметсің ғой, тегін аласың дейді да. Яғни сен өкіметсің, сен тартып аласың дегенді осы Қапанның сөз арқылы қазақта бәдік деген болған. Ол бәдік қой, айта берсін дейді да. Бәдік деген жаңағы Біржан Салды ал көмір көбейсін дейді ғой, сол сияқты адамда ол. Және екіншіден бұл бір ақымақ сондай адамда, білім жоқ, көпті көрмеген, бұл келеді да, енді мен қожайынмын дейді жаңағы үйдің алдына келіп. Демек совет өкіметі осындай адамдарға билік берді дегенді осы арқылы анық меңзейді. Енді сендердің бастарыңа шығатын адам, міне анау Жүністер жүрген жерде жүретін адамдар, міне осылар дегенді бір сол кейіпкер арқылы да Жүніс кетті, Қапан қалды. Қапан қалды, иә. Жақсы түсіндіреді. Содан кейін сол жаңағы мысқылдардың біреу, жаңағы сен қазақ халқының басына жұмақ орнатып беретін сен шығарсың дегенде де сол мысқыл арқылы өте жақсы берген деп ойлаймын. Енді сосын жаңағы менің бір қазір сұрағым бар Әсияға. Соңғы кадрды айта кетейін. Соңғы кадр мен Тоқтардың шыға алмай жатқанын бір қазақ халқының, сол большевиктік советтік жол таңдаған қазақ халқының образы деп қабылдадым да. Ол қиналып жатыр, шыға алмай жатыр, сырғанап жатыр, қайта бір тұйық шеңбер. Және бір қызығы, ол кейіпкер кадрдан шығады, бірақ байқасаңыздар ол төбенің басына шықпайды. Төбенің басына шыққанын көрсетпейді. Яғни ол ашық конец жаңағы ары қарай ол шыға алды ма, шыға алмады ма, біз оны тіпті білмейміз. Ол мүмкін жете алмай жолда өлген болуы да мүмкін. Бұл да енді 66 жылдың көзқарасы. Яғни бұның аяқ жағы аяқталмаған процесс. Біз әлі солай келе жатырмыз. Біз ояққа шығамыз ба, жоқ етекке қайтып түсеміз ба? Ол белгісіз деген сияқты автордың өзінің бір ойы осы жерден көрінеді. Одан кейін жаңағы маған да кино тіл дегенде Әсия көп нәрсені айтып кетті. Бір жері, әсер еткен жері,
анау үлкен экранда байқасаңыздар бұрышта ғана, оң жақ бұрышта ғана тоқтардың несін басын ғана көремін, былай кесілген бас секілді бұрышта ғана, ол шарасыздық, басқа шығар жол жоқ дегенді анық меңзеп тұрған кадр. Әйтпесе ол композиция тұрғысынан да, басқа көркемдік эстетика тұрғысынан да өте былайша айтқанда қате, осындай қате, тырнақшаның ішінде қате, ыңғайсыз кадр арқылы Қарсақбаев өзінің ойын осы хабар арқылы толық айтып тастаған деп ойлаймын. Енді мен сұрағым, мен таңғалғаным мына aspect ratio дейді ғой, 70 миллиметрлік үлкен экран, мен қазақ киносына ондайды былай сирек көрдім. Алғашқы кинолардың бірі болу керек. Бұл да жаңағы біздің жаңа Ғасия айтқан сияқты қазақ киносының кенже қалмағаны сол кездің өзінде әлемдік деңгейдегі үлкен жаңағы Лоренс Аравия деген сияқты фильмдер сол неде түсірілді ғой, сол форматта түсірілді. Бұл бізге қашаннан басталды, жалпы сіздің байқағаныңыз, және бұл жаңағыдай кадрдың өлшемі жалпы нені, ол бірден айта ма? Сол сұрағым. Меніңше ол нақты зерттемеген екен, сұрағыңызға жауап бере алмаймын. Қашаннан басталғанын нақты білмеймін, оны қарап зерттеу керек. Негізі Атамекенде де осылай, ол да 66 жыл. Бірақ екеуі бір ғой, бір жыл. Сондықтан сол 60 жылдары келген болу керек, бірақ енді ол айта салуға да болмайды. Оған дейінгі фильмдерді дұрыстап қарау керек. Мүмкін кездесті, мүмкін кездеспеді. Қожықовтың анау фильмі мен жақсы көретін Шынар. Ол жерде де осындай, бірақ ол да сол 60 жылдары түсірілген. Тағы бір маман ретінде бір айта салайыншы. Көп адам байқамауы мүмкін. Біз жаңағы операторлық шешім деп жатырмыз ғой. Бұл жердегі маңыздысы мизансцена. Мизансценаның құрылуы өте шебер. Егер мизансцена мен жаңағы камераның қозғалысы бірігіп құрылған жағдайда ғана сіз үздіксіз түсіре аласыз. Яғни актерлар камераға артық қарап қалмау керек, және олар сахнаға қараған сияқты берге де қарамау керек, және камера өзі орналасқан, мысалға ол статикам емес, қалаған жерге барамайсыз, оны мысалға бір түзудің сызықтың бойымен ғана қояды, рельсті. Сол актерлар жаңағыдай внутрикадровый монтаж дейді, ішкі кадрлық монтаж. Кадр ауыспаса да актерлар ірі планға келіп, немесе общий планға кетіп, средний планда сондай. Сіз оның былай кадрдың ауыспай жатқан динамикасын сезінбейсіз, іш пыстырмайды, бірақ мүмкіндік шектеулі ғана. Бұл өте шебер құрылған мизансцена. Және мына кеңістікті өте сәтті пайдаланған. Біз барлық кезде актерлардың түрлерінде көріп тұрамыз, және ол өте табиғи шығады. Бұл да бір айтып өте кететін ішкі кухняның бір элементтері. Осы тұста жаңа айтып жатырмыз ғой, 60-50 жылдардағы, 70 жылдардағы Еуропа киносын айта береміз деп. Тарковский туралы айтқанда оның мынау қолтаңбасы ретінде көп айтылатын ол кадр ішіндегі монтаж. Жаңа тура сіз айтып отқан ол 66 жылы Қарсақбаевтың да фильмінде көрініп тұр. Мүмкін бізге сол өзіміздің классикамызды қайта бір қарау керек шығар. Сұрақтар болса, Арман сізде. Арман жеткенше айтайыншы, мен осы қазақ киносының классикасында әсіресе Қарсақбаевты жаңа сіз айтып жатсыз ғой, уақыт өткенде, кеңес кезінде бәрібір ақ пен қара демесек те, кеңес үкіметінің қарсы жағы болған кейіпкерлерді, мазмұнды тәуелсіздіктен кейін бүгінгі күндері сол жағынан қарауға болады да, төңкеріп. Яғни мүмкіндік берген. Қандай уақыт өтсе, қандай саясат өзгерсе, қандай кезең келсе де қарай аласыз. Екі құдайды дәмі қалдырғаны сол. Рахмет. Арман сөзді. Рахмет. Баршаңызға қайырлы кеш. Енді мен өзіме алған әсерім, мен үшін бұл әке мен бала арасында конфликт болып көрінді. Жалпы ұрпақтар арасында конфликт болды мен үшін, өйткені Совет өкіметінің орнауы бұл орныққан экономикалық құрылымның және қоғамдық саяси құрылымдарының ыдырап жанасының орнығуы болып табылады ғой. Сол жерде біз отрядтың жаңағы тоқтардың отряд түсіп келе жатқанда қолдарында қызыл ту ұстап келе жатқандары мысалы түсінікті ғой. Не үшін керек ол ту? Совет үкіметі орнап жатыр. Байжігіттің ауылына келген кездегі жерде жатқан көрпешені көтеріп тамның үстіне қойған кезде де көрпеше қызыл түсті. Яғни символ тұрғысынан Совет үкіметі орнап жатыр. Бос қаңырап жатқан ауыл, он бірақ адамдар қашып кетті.
қабылдамағаны, жалпы арасындағы бұл конфликтінің тоқтармен жаңағыдай жүністің келе жатқан кезде диалог айтады ғой, қанымыз бір, бірақ дініміз бөлек деп айтады. Маған қандай да бір ренішім болса қазір айт деп айтады ғой. Демек араларында бірдеңке болды, араларында бір кикілжің болды, өйткені оның алдында ол тоқтар жүністің бірге болды, жүніспен бірге, және жүніс оны өзінен кейінгі келетін мұрагер ретінде көрді ғой. Және де бұл жердегі конфликт, ұрпақтар арасында конфликт, бұл құндылықтар мәселесі ғой. Және біз көреміз, қызылдарды көмген кезде мазардағы тақшайларда біз үйреніп қалдық, біз жартайды көруді үйреніп қалдық. Бірақ ол жерде жаңағы жұлдыз бейнеленген, біз адамдарды арулап кебінге орнап жерлегеніне үйрендік, бірақ ол жерде киіммен жерлеп жатыр. Жалпы біздің діни мұсылмандық шарттарға жат бір дүние болып жатыр. Ал жүніс керісінше барлық дәретін алады, аузында алласы бар. Тоқтардың өздері де айтып келе жатады ғой, Алдабергенов туралы айтады. Және де Совет өкіметі орнаған кезде алласынан бас тартты деп. Сол жалпы бұл басқа бір ұрпақтың келгені. Біз үйренген жаңағы жүніс біздің бір аталарымыз сияқты болып көрінді. Бәтихасы бар, алласы бар, жаңағыдай бұрынғы салтқа, дәстүрге берік адамдардың орнына жаңа бір ұрпақ келіп, жаңа бір мемлекет, жаңа бір ел құрылып жатқанын көрсетіледі. Және де айтылғандай, бұл жерде жаман, жақсы жаңағы персонаждың болмауы, таңдау ғана мәселесі. Сіз кімді таңдайсыз, кімді қолдайсыз деген мәселесінде ғана болып тұр көрінді маған. Рахмет. Ұрпақтар байланыс деп айтып жатсыз ғой. Менше сіз айтып отқан тұспен үш буынды айтуға болатын сияқты. Егер бағана Әсияның несін кішкене қорытындылап айтсақ, қайтадан ол жүніс, бұл саяси кезеңдегі сол үш буын көзқарасқа байланысты. Жүніс өзінің тура болмысын сақтап қалған сияқты. Екіншісі идеалист, ол жаңағы тоқтар, өз тарихын ұмытпайды, коммунист болса да. Үшіншісі жаңағы алласын алып тастаған Бердин, яғни тоқтармен айырмашылығы, тоқтар өзінің тарихын сақтап қойын дәптеріне салып жүр жанына. Ол Бердин алланы алып тастаған сияқты. Сол үш бір әке мен бала ғана емес, бұл жерде саяси сол кездегі жағдайға байланысты үш көзқарастың бір уәкілдері сияқты. Сондықтан жаңағы тоқтар да жүністе екеуі де құрбан болып тұр ғой бұл жерде. Кеңес одағының құрбандары, және ең соңғы көріністі көп айтып жатырмыз ғой. Расында да ол маңызды, жаңағы тастардың үстімен жоғарыға шығуға тырысу, оның бәрі сол Сизифті еске түсіреді. Сол бір Сизиф. Меніңше осы киноның сюжеті 1918 жыл. Тарихқа қарасаңыз, бұл азаматтық соғыс уақыты. Ең бір қиында, дұрыстап емес, енді өте қиын, зерттеуге қиын уақыттардың бірі, тек қана Қазақстан үшін емес, бірақ Орталық Азия үшін да, Ресей Федерациясына да үшін да, Совет кеңес үкіметіне де қалайтын уақыттар ғой. Яғни Ресей патшалығының патшасы құрды, революция болды, бірақ азаматтық соғыс деген енді бірегейлік жоқ адамдардың арасында. Сол кездер ең қиын уақыттардың бірі, өте мен үшін өте көп түсінбеушілік бар. Менің өзімнің де түсінбеушілігім, қалай да болса да мен сол уақытқа бара алмаймын, дұрыстап түсіне алмаймын деп білем, зерттеуші болсам да, әр зерттеуші де сол сияқты. Сондықтан бар деректер, олар бүгінгі күнге, бүгінгі таңда сол уақыттағы туралы бар деректер, енді бәрібірде бізге дұрыс бейне бере алмайды сол уақыттың. Сол кездегі уақыттар ең көбі білетін басмачи дейді. Басмачи деген кімдер? Неге олар басмачи деп аталады? Неге олар ақ та, қызыл да емес, қызыл ма, ақ па, немесе
ақ қызыл дегеніміз ақ қара дейміз ғой, иә, жаман ба жақсы ма, кім біздікі, кім біздің жауымыз, кім біздің досымыз дегенде, ол уақытта өте қиын уақыт. Қазіргі уақытпен сәйкес алсақ, мысалы пандемия кезінде, иә, бізде екіге бөліндік қой, ваксерлер, антиваксерлер, мысалы. Қазіргі кезде де неге солсақ, қазіргіде біздің ішінде басымызда азаматтық соғыстар болып жатыр. Мысалы, соғысты қолдайтындар, соғысты қолдамайтындар. Әрқашанда біз осындай арамызда, туысқандарымыз, достарымыздың ішінде осындай бар. Бірақ қанды соғыстар жаңа 18-ші жылда 2 жыл болды ма? Негізінен 2 жыл дейді, бірақ меніңше ол 2-4-5-6 жылдан кейін 10 жыл ба кеңес үкіметі дұрыстап орнағанға дейін болып жатқан соғыстар. Өйткені бірегейлік болған жоқ, бір-бірімізді дұрыстап түсінген жоқпыз. Жүніс сияқты адамдар өзінің халқын, тарихын, мәдениетін сақтау үшін басқа қонысқа кеткен, өйткені олар үшін ол дұрыс болған. Басқалар совет үкіметін қолдаған, олар үшін ол дұрыс болған. Мүмкін басқа да ойлар болған шығар. Мысалы, Алашорда деп айтып кетті осының ішінде. Ол да бір зерттейтін, бұл үлкен не. Сондықтан меніңше авторлардың осы кезеңді таңдауда бізге үлкен сұрақ. Не үшін олар таңдады? Не үшін совет үкіметінің алғашқы жылдарын таңдамады? Идеологиялық жағынан болса, нағыз советшіл кеңес үкіметіне берілген қызыл коммунистер болса, неге олар басқа кезеңді таңдамады? Немесе Ресей патшалығының кезеңін сынап таңдамады? Ол енді бір неоднозначный болып тұр да. Түсініксіз, кішкене көп сұрақ тудыратын уақыт. Енді бейне жағынан, кино жағынан енді мен де тыңдап тұрмын, біз қазір сөйлеп тұрмыз ол жайлы, бірақ ол енді қилы кезең деген жаңағы өте түсініксіз сұрақ тудыратын, бізге біз енді ешқашан ол туралы дұрыс шынайы мәлімет ала алмаймыз. Тарих деген ол сол, тек қана интерпретация, басқа теория, кино жағынан, әртүрлі мәдени, өнер жағынан тек қана көре аламыз сол жағы. Сол айтатын деген. Жаңағы неге дәл сол кезді таңдалды дегенде, жоғарыда айтқандай, кеңестік истерн жанрының өзі сол азаматтық соғыс кезеңін негізге алады өзі. Барлық басмашы, тіпті екінші аты осы жанрдың тарихи революциялық деп айтамыз, үшінші атауы ол басмашы киносы деп аталады. Басмашы фильмдер, ол тіпті енді қазақ даласында басмашы қозғалысы ондай қатты байқалған жоқ қой. Мынау өзбек, түркмендерде өте кең таралды, қырғыздар бірақ қосылды, қазақтар өте көп қоса қойған жоқ, бірақ дегенмен де негізгі басмашылардың идеясы олар әйтеуір антикеңестік қой. Оған дейін ұлттық қозғалыстар олар антиресейлік, патшалық Ресейге қарсы қозғалыстар, ұлттық қозғалыстар. Ал басмашылар соңына дейін большевиктерге қарулы қарсылық білдірген жалғыз топ. Және мынау Бұхара сияқты ең соңғы 20-шы жылдары Орталық Азиядағы соңына дейін ұстап тұрған сол басмашылардың күші ғой, Бұхара сияқты шағын мемлекеттерді. Сол ең соңғы Орталық Азиядағы жалпы соңғы болып құлаған сол Бұхара мысалы. Сол басмашылар содан кейін босып кетеді, бірақ одан кейін де соғыс жүреді, және оларды жариялайды, қуғындайды, сосын оларды жау деп жариялайды, тағы басқа. Бірақ сол жанрдың өзі сол басмашыларға негізделіпті, соларды қаралау үшін шығарылған ғой негізі. Кешіріңіздер, бізде кіргенде байқаған шығарсыз, бұл жерде уақыт пен тәртіп кішкене басқаша. Бізде рұқсат сағат 10-ға дейін. Сондықтан уақыт аз қалыпты. Мен бүгінгі әңгімемізді қорытындылауға бір маңызды сұрағым бар еді, сонымен аяқтағым келіп тұр. Мынау соңғы уақытта біз осы жобаның аясында да, тіпті соңғы уақытта біздің қоғамда ұлттық identity, ұлттық кімдік, бірегейлік деп жүрміз. Болмаса тіпті ұлт дегеннен қашқаннан ба, қазақстандық бірегейлік, болмаса қазақстандық identity деген ұғым, сосын мынау отарсыздану, мынау қоғамдық травма,
осындай ұғымдар, мысалы болмаса гендерлік теориялар жаңа көп талқылана бастады. Бұл ұғымдар сізді екеуіңіздің зерттеулеріңізде бір ерекше маңызды сияқты. Мен соны байқаймын. Осы үрдісте киноның, яғни мынау біз жасап жатқан фильмді көріп талқылаудың маңызы қандай? Яғни сол ұғымдарға кино өнерінің болмаса осындай жобалардың бір берері дейміз ба? Сіздің сұрағыңыз осындай біздің келе жатқан киномыз қалай көрсете алады, қалай жасай алады, сол дұрыс түсіндім ма мен сізді? Қайталайын ендеше. Кешіріңіз. Негізінде меніңше анасын сұрап отырғаны, ол қаншалықты маңызды дәл қазір осыны көріп талқылау, сол деколонизация мәселесі тұрғысынан. Мысалы, жаңа айтып отырмыз ғой, Эдвард Саидты неге айтып отырмыз, өйткені ол постколониалдық теорияның негізін қалаушы деп айтады, кейде негізгі әйтеуір кейбіреулермен келіспейді, бірақ негізгі импульсті берген адам ғой, автор ғой. Сол ол еңбектің өзі 75-ші жыл, 74-ші жыл, 75-ші жыл шықты, жазылды. Бірақ мынау фильм оған дейін болып тұрды. Яғни сол оған дейін-ақ негізі бізде де, жалпы басқа колониалды елдерде де сол өзінің жаңа subjugation дейді ғой, өзінің тәуелділігі ол ешкімге ұнамайды. Еркіндік ол адамның ең негізгі құндылығы, ең негізгі қажеттілігі ғой. Сол мәселе ол барлық отарланған елдер, халықтардың ішіндегі бар мәселе. Және бізде де ол болды, ол жиналып сондай жекелеген бір тұлғалардың жаңа өнер туындылары арқылы шықты. Және дәл қазір біз оның бір жаңа кезеңін өтіп жатырмыз. Бұл ешқашан тоқтамайтын процесс, өйткені біз қазір мысалы постколониализм дейміз, біз қазір посттамыз ба? Пост деген өткен ғой. Біз бірақ өткен жоқпыз ғой. Неоколониализм бар, ал дәл біздің жағдайымызда ол жалғасын әлі сезіп келе жатырмыз. Яғни ол бір жағы мұрасын сезіп келе жатырмыз, бір жағы оның тікелей саяси жалғасын әлі сезіп келе жатырмыз. Сондықтан да біздің ішімізде табиғи қарсылық бар. Колонизацияға, империализмге деген қарсылық бар, өйткені біз толықтай әлі айығып, жаңағы босап шыққан халық емеспіз. Жаңағы құрсау әлі бар арқамызда. Сондықтан да бізге дәл қазіргі біздің ішіміздегі бар, әрқайсымыздың ішіміздегі импульс, ол бүгін пайда болмағанын, ол біздің халықта бұрыннан бар екенін. Сол 60-шы жылдардағы тек қана кино емес, біздің интеллектуалдық элита енді осы мысалы Мэри Олкот сияқты шетелдік зерттеушілер қазақ руханиятында бастаушы көшбасшылар, олар жазушылар болды деп айтады. 60, 70, 80 жылдардан бастап, өйткені сол жылымық кезеңнен бастап біздің жазушылардың бәрінде осы тақырыптар көтеріле бастады. Режиссерлеріміз де, суретшілеріміз де соны көтере бастады. Яғни ол халықтың ішінде әрқашан болған. Және ол бола береді де. Бізге қандай идеяны сіңірмесін, қандай идеология болсын, қандай жаңағы орыс тілі жылы деп жариялай ма, тағы басқа нәрсе істей ма, мүмкін тәуелсіздігімізді сатып жібере ма, біз білмейміз ғой, саясат не істейтінін. Бірақ халықтың ішіндегі деколонизацияға деген импульс ешқашан өшпейді. Сен әрбір қазақты жойып жібермейінше ол тірі болады. Сондықтан біздің бәріміздің ең жанымызды жейтін мәселе болғандықтан осындай фильмдерді көру, немесе басқа әдеби, басқа туындыларға да, басқа жанрларға да мысалы оралуға болады, сол кезең одан бұрынғы немесе кейінгі. Соның барлығы арқылы біз тұтастықты сезінеміз. Бағана жоғарыда айтып қалдым ғой, жаңағы уақыт біз үшін шексіз, өйткені біз өзімізбен ғана қазақтың түсінігінде біз ешқашан өзімізбен шектемейміз еш нәрсені. Біз қашанда ата-бабаларымызды ойлап тұрамыз және ұрпақтарымызды ойлап тұрамыз. Сондықтан да бұл тақырып жабылмайды ешқашан. Рахмет. 2 минутымыз қалды. Мен қосайын ба бір-екі сөз? Бәрін айтып тастаған сияқтыңыз. Мен кешіріңіз, ойым шашырап кетті кішкене. Меніңше осындай талдаулар өте жақсы, кездесулер, өйткені өткен
айтқандай тарих деген тарихты қалыптастыру, өзімізді бүгінгі күнімізді қалыптастыру, ол талдаудан басталады. Негізінен деколонизация туралы ол да жазылған кітаптар бар, сөйлеп жүрген адамдар бар, бірақ кейбіреулер оны тек қана тағы да бір теория деп, теоретикалық фреймворк деп қарайды. Ол да мүмкін дұрыс, бірақ біз үшін қазір ол өте маңызды болып тұр. Сондықтан біздің өткен енді деколониалдық практикалар, деколониалдық бұрылыс деп айтқан кезде бұны әр адам өзінше өту керек, и оның өзінің несі, әр адамның өзінің қалауы болу керек. Бірақ формалды түрде біз егемендігімізді алған соң біз деколонизациядан өттік дейді. Бірақ шынымен мәдени түрде әлі өткен жоқпыз. Қазіргі уақытта осындай іс-әрекеттер, салалар, мысалы киноны талдау, совет өкіметіндегі түсірілген киноны талдау, мысалы, қандай ой туғыздырады, оны өнер түрінен арт критика арқылы өткіземіз, және тарихи тағы да басқа көзқарас туындырады. Осындай мысалы кітаптарды талдау, немесе басқа практикалар, өнердің енді түрлі түстері бар ғой. Әртүрлі өнер арқылы түсіндірге болады. Өнер мен ғылым бірге болғандығы өте жақсы осы кезде. Сондықтан осы деколониалдық практикалардың бірі болып табылады, өте жақсы. Рахмет. Бұны сұрап отырған бір жақтан жобаның маңызын сіздердің көзқарастарыңыз арқылы білу, әрі бір жақтан жобамыз соңына жақындап келе жатыр. Бұл керек жоба ма, қызық па, жалғастыру керек па, жоқ па дегенді де өзіміз үшін де, тұрақты қатысып жатқан біздің көрермендер үшін де бір анықтап алғымыз келеді. Мұндай жобалар өздігінен өте қалмайды, оның демеушілер керек, әрқандай тағы басқа жағдайлар керек. Соның үшін де өзіміз бір қорытындылап алсақ деп ойлаған ғой, ертең жетіп келеді да біз жобаны аяқтап жатырмыз деп айту оңай болып қалады. Сонымен бүгінді аяқтаймыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Енді қалған 2 фильм 14 ақпан және 21 ақпанда осы жерде болады. Тұрақты қатысушылар біледі, өткенде бұрын өтіп жүрген орнымызда қолайсыздықтар болды, сондықтан осында көшіп жатырмыз. Байқап жатсыздар, асыдан кіру кішкене бұрынғыдай емес, тексеріспен болады, сондықтан түсінемін жұмыстың уақыты, бірақ сәл ертерек келсек, ертерек бастасақ бәрімізге жақсы. Және бір қосымша айтатын, 21 ақпанда соңғы фильмді біз сағат 5-те бастаймыз. Ертерек айтып қойғым келіп тұр, себебі жұмыстарыңызды ыңғайласаңыздар, себебі фильм 2,5 сағат, біз сағат 10-да бұл ғимаратты жабу керек, сондықтан біз ертерек бастағымыз келіп жатыр. Рахмет. Келесі 14 ақпанда көзімнің қарасы Сатыбалды Нарымбетовтың, соңғы 21 ақпанда Ардақ Әмірқұловтың Отырардың күйреуі. Бір не айтайын, сіздерге бір мотивация болсын мүмкін келуге. Отырардың күйреуін бұрын мен интернетте ғана көретін, сіздер білесіздер, интернетте өте сапасыз, әрі интернетте бар қазақ фильмдерінің көбісі қазақшаның үстінен орысша оқыған бір дубляж бар. Адамға көруге бір мүмкіндік бермейді. Отырардың күйреуін осы жобаның аясында біз барлық фильмдерді қазақ фильмнен ресми рұқсатпен сапалы нұсқасын әкеліп көрсетіп жатырмыз сіздерге. Мен үшін бұл жобаның бір берген жаңалығы сол Отырардың күйреуі фильмі болды. Жеке сіздер көріп өздеріңіздің бағаларыңызды бересіздер, маған ерекше әсер еткен фильм болды. Сондықтан сіздер сол сапалы нұсқада қазақ тілінде осы үлкен экранда көруге шақырамын. Рахмет. Жоба жалғасын десеңіздер, тағы да біз айта беретін болдық. Хэштегпен әлеуметтік желіде жазыңыздар. Ұнады, ұнамады өздер білесіздер, бірақ жалғасын деп. Рахмет.